Су жануарлары қалай ұйықтайды? Сен жай ғана жатып, көзіңді жұмып ұйықтай аласың, ал су астында өмір сүретін жануарлар үшін бұл оңай емес. Олар тоқтаса, тұншығып қалуы мүмкін, ал толық ұйықтаса, жыртқышқа жем болуы ықтимал. Сонда олар қалай ұйықтайды? Дельфиндер ешқашан толық ұйықтамайды. Олардың миы екіге бөлініп жұмыс істейді. Бір бөлігі демалады, ал екіншісі ояу қалады. Сол себепті олар бір көзін ашып ұйықтайды. Бұл оларға тыныс алуды бақылап, қауіптен сақтануға мүмкіндік береді. Кейбір киттер су ішінде тік күйде ұйықтайды. Олар қозғалысын тоқтатып, бір орында қалқып тұрады. Қажет кезде ғана жоғары көтеріліп, қайтадан ұйқысына оралады. Итбалықтар екі түрлі режимде ұйықтай алады. Құрлықта олар толық ұйқыға кетеді, дәл адамдар сияқты терең және түс көру кезеңдерінен өтеді. Ал суда болғанда тек мидың бір бөлігін ғана демалдырып, айналаны бақылауды жалғастырады. Балықтардың ұйқысы мүлде басқаша. Олардың қабағы жоқ, сондықтан көзін жұмбайды. Олар тек қозғалысын баяулатып, тыныш күйге өтеді. Кейбірі қауіптен қорғану үшін өзін шырышпен қаптап алады. Ал акулалар ең жұмбақ жануарлардың бірі. Кейбір түрлері қозғалысты тоқтатса, тыныс ала алмай қалады. Сондықтан олар толық ұйықтамай, тек белсенділігін азайтып демалады. Су жануарлары үшін ұйқы жай демалыс емес. Бұл тірі қалудың ақылды әрі күрделі стратегиясы.